Қайырлы күн, құрметті Сарапхана ауыл округі тұрғындары, әлеуметтік желі пайдаланушылар, кезекті есеп беру бүгінгі күн тәртібінде 2020 жылы Сарапхана ауыл округі әкімінің атқарылған жұмыстары баяндамасын тыңдаймыз. Және ауданда атқарылған жұмыстар 2020 жыл биылғы жылы атқарылатын жұмыстар бойынша да баяндалатын болады. Регламент келесі болайық. Бірінші кезекте ауданда атқарылған жұмыстар бойынша бейнероликті көресіздер. Бейнероликтен кейін ауыл әкімінің баяндамасын тыңдаймыз. Одан соң осы Сарапхана ауыл округінде атқарылатын жұмыстар туралы өздеріңізбен талқылайтын боламыз. Кейін сұрақ-жауапқа көшетін боламыз. Олай болса, бейнеролик көруге көшейік. жылдың 1 қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламенттің бірлескен отырысында жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты халыққа кезекті жолдауын жариялады. Бағдарламалық құжатта негізінен еліміздің дағдарыстан кейінгі кезеңдегі дамуы, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешу жолдары көрсетілген. Мемлекет басшысының жолдауында берілген тапсырмалары ауданда жүйелі түрде орындалуда. 2020 жылы Қазығұрт ауданының маңызды әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері оң деңгейде болды. Экономиканың басты көрсеткіші жалпы өңірлік өнім өткен жылы 132 миллиард 86 миллион теңгені құрады. 2019 жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда өсім 1% құрады. Қазығұрттағы өнеркәсіп өнімінің көлемі өткен жылы 9 миллиард 121,5 миллион теңгеге жетті. Бұл салада 2019 жылмен салыстырғанда 927 миллион теңге өсім бар. Ауданда өңдеу өнеркәсібі де дамып келеді. Былтыр қосымша Асыл Бастау KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құны 200 миллион теңгелік Aqua The Best атаулы ауызсу өндіру цехын іске қосты. Өндірісте 10 азамат жұмыспен қамтылып отыр. Өндірістік қуаттылығы жылына 2400 тонна су шығаруда. Қазығұрт ауданы экономикасының басым бағыты ауыл шаруашылық саласы. Бұл салада 46 миллиард 188,3 миллион теңгенің өнімі өндірілді. Өсім 109,8% құрады. Егіс көлемі өткен жылы 4102 гектарға артты. Қазір аудандағы егістік жер аумағы 88,629 гектарға жетті. 2020 жылы арпа бидайдан 115,780 тонна астық жиналды. Түсімі әр гектарынан орта есеппен 24,5 центнерді құрады. Былтырғы жылмен салыстырғанда жоспар 10,270 тоннаға артық орындалды. Көкөніс, картоп, бақша дақылдарынан 20,000 тоннаға жуық өнім жиналды. Қарқынды баулардың көлемі 604,5 гектарға жетті. Жеміс жидектен 19,6 мың тонна, жүзімнен 4,7 мың тонна өнім алынды. 500 гектарға жаңбырлатып суғару жүйесі ендірілді. Жаңадан 8 гектарға жылыжай салынып, аудандағы кешендердің жалпы көлемі 164 гектарды құрады. Бүгінгі күнге жылыжайлардың 2 айналымнан жалпы 40,400 тонна өнім өндірілген. Өткен жылдың ерекшеліктеріне қарамастан біз аудан экономикасының негізгі көрсеткіштерде жылдағыдай өсім байқалып отыр. Біз өткен 2020 жылда жақсы көрсеткіштермен аяқтап отырмыз. Әсіресе біз ауыл шаруашылығы саласын айтып өтуіміз керек. Осы ауыл шаруашылығы саласында өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім көлемі 46 миллиард 188 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 28,2 миллиард теңге мал шаруашылығының үлесі болатын болса, 17,2 миллиард теңге егін шаруашылығының үлесі. Егін шаруашылығына келетін болсақ, өткен жылы 88 мың гектарға жуық егін егілді. Астықтан гектарынан орта есеппен 24,5 центнерден өнім алынып отыр. Қарт Қазығұрт тауының баурайында мал саны көбейді. Өткен жылы шетелдерден асыл тұқымды 552 мал әкелінді. 2020 жылы облыс көлемінде өткен Алтын күз 2020 ауыл шаруашылығы мерекесінде Қазығұрт ауданы диқандар мен шаруалардың қажырлы еңбегінің арқасында астық өндіруші озат аудан ет өнімдерін қайта өңдеуден
озат аудан. Агроөнеркәсіп кешенінің даму бағдарламасы көрсеткіштерін орындаудан озат аудан номинациясы бойынша жүлделі бірінші орынға ие болды. Сондай-ақ облыс көлемінде Сапа 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, озат астық өндіруші номинациясы бойынша Қарқын 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, озат ет өндіруші номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Мал шаруашылығына келетін болсақ, жалпы ауданда өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім ет өнімдеріне 25 мың тоннаға жуық ет өндірілді. 56 мың тонна сүт өнімдері, 7 миллионнан астам жұмыртқа өндірілді. Жалпы ауданға тартылған инвестиция көлемі 15 миллиард 329 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 10 миллиардтан астам қаражат бұл жеке инвестиция. Біздің ауданымыз үшін өте жақсы көрсеткіш. Осының бәрі аудан еңбеккерлерінің арқасында атқарылып жатқан жұмыстар. Қазығұрттықтар бюджеттік салықтық саясатты тиімді жүргізіп келеді. 2020 жылы аудан бюджетінің көлемі 26 миллиард 879 миллион теңгені құрады. Бюджеттің 81% немесе 21 миллиард 879 миллион теңгесі әлеуметтік салаға бөлінді. Жергілікті бюджетке түскен салықтар мен басқа төлемдер 2 миллиард 57 миллион теңгені құрады. Межеленген жоспар 11%-ға артығымен орындалды. Денсаулық саласы бойынша ауданда коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастарды емдеу үшін 20 инфекциялық төсек орын ұйымдастырылған. Бүгінгі таңға Қазығұрт ауданында бір зертхана жұмыс істейді. Аудандық аурухана бойынша орталықтандырылған оттегіне қосылған 65 нүкте бар. Оттегі концентраторы 40 дана. Ауданның жеке кәсіпкерлері өз қаражатынан 10 оттегі концентратын алып берді. Алғашқы келгенде ауырым, бір келгенде жатпай кеткенмін. Екіншіде естісімді білместен скорыймен әкелді. Жұма күні кешке келдім. Бірінші Алланың арқасы, екінші айналайын осы докторлардың арқасынан 2 күн болды адам болып отырмын. 2020 жылы 4 мектеппен бір қосымша құрылыс нысандарын салуға 916 миллион теңге қаржы қаралды. Қазіргі таңға бір қосымша құрылыс пайдалануға берілді. Нәтижесінде 3 ауысымға өту қаупі бар мектептің мәселесі шешілді. Қашықтан оқыту форматында 1 және 11 сыныптар аралығында жалпы аз қамтамасыз етілген отбасындағы 3056 оқушының бүгінгі таңға 347 оқушы планшетпен, 384 оқушы компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді. 2813 оқушыға ноутбук берілді. Оқушылар үйінде білім алуға мүмкіндік алып отыр. Үйде оқиды, денсаулығына байланысты. Сол себептен өкіметке рахмет, үлкен. Үйде оқытылатын жағдайдың бәрін жасап қойған, компьютер берді, мұғалімдар берді, уақытылы мұғалімдар келіп сабақ өтіп жатыр. Мен ырзамын. Балапан телеарнасынан сабақ өтеміз көріп. Мұғалімдарға алғысым шексіз. 2020 жыл елімізде волонтерлар жылы деп бекітілген. Осыған байланысты аудандық жастар ресурстық орталығы жанынан ерікті болу ерлік атты волонтерлар клубы құрылды. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер аудан көлемінде 40-қа жуық акция ұйымдастырды. Жалпы 1000-ға жуық волонтер індеттің алдын алу, таралуын болдырмау жұмыстарына атсалысты. Аудан тұрғындарына 16800 дана медициналық бетперде үлестірілді. Жағдайы төмен және көп балалы 245 отбасыға азық-түлік себеттері таратылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2020 жыл еріктілер жылы деп жарияланған болатын. Аудандық жастар ресурстық орталығы жанынан ерікті болу ерлік атты еріктілер ұйымы құрылған болатын. Қазіргі таңда еріктілердің құрамында, яғни 200-ге жуық ерікті жастарымыз тіркелген болатын. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер, яғни арнайы топ мүшелерімен жүріп, осы адамдар көп шоғырланатын орындар, орталық, базарлар, саябақтар сияқты жерлерде, яғни алдын алу шараларымен айналысты. Ауданда мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде тышқан жылы 3628 жаңа жұмыс орны ашылды. Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ды құрады. Нұр Отан партиясының бастамасымен Біргеміз қоғамдық қор арқылы 1286 азаматқа 50 мың теңге мөлшерінде 64 миллион теңгеге көмек көрсетілді. 150 адам 611 миллион теңге шағын несие алса, 273 адам 152 миллион теңге қайтарымсыз грант берілді. Әлеуметтік төлемдерде уақытылы төленді. Аудан тұрғындарына, аудан көлемінде 240 отбасына
701 миллион теңге атаулы әлеуметтік көмек төленсе, осы отбасыларындағы 1 мен 6 жас аралығында балаларға 102 миллион теңгеге азық-түлік топтамасы берілді. 2020 жылы аудан көлемінде кәсіпкерлер есебінен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға 8 үй берілсе, коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 8 коммуналдық үй сатып алынып, үй кезегінде тұрған көп балалы отбасыларға берілді. Қазіргі мына заманның ағымына қарай бұндай үй салу біз үшін оңайға соқпайды. Яғни үлкен шексіз алғыс білдіремін. Алланың разылығына бөлене берсін, Құдай қаласа. 2009 жылдан бері очередьте тұрамын үйге. 15 жыл болды. Әркім есін алдында жүрдік квартирада. Көшіп қонып жетіп аламын. Басшыларға рахмет. Өйстіп бала-шағама үй қылып берді әйтеуір. Бала-шағамды жерде өсіріп, өндіріп, бақытты болып өмір сүріп жүре берейік. Мамыр айында жауын-шашын салдарынан бірнеше елді мекен аумағын су шайды. Осы жағдайға байланысты 100-ге жуық ауыл жастарымен бірге 40 мемлекеттік қызметкер көмекке жұмылдырылды. Сөйтіп, зақым келген үйлер қалпына келтірілді. Бір отбасыға үй салу үшін демеушілер тарапынан қажетті құрылыс материалдарын алуға көмек берілді. 13 мамыр күні болған қатты нөсер жауынның салдарынан табиғи апаттың себебінен біздің қора-жайларымыз, асханамыз, үйіміз барлығы жарамсыз болып қалған еді. Содан бері қарай осы Қазығұрт ауданының әкімдері барлығы келіп, қол көмектерін аяп жатқан жоқ. Бәріне рахмет. Сапалы ауыз су, тіршілік нәрі. Бұл бағытта да ауданда ауыз толтырып айтарлықтай жұмыс атқарылды. Сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 2020 жылы 8 нысанның құрылысына 889,9 миллион теңге қарастырылды. Бөлінген қаржыға су құбыры мүлде жоқ 8 елді мекенге жаңа ауыз су құбырларының құрылыс жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде қамту деңгейі 92% құрады, немесе 59 елді мекен ауыз суға қол жеткізді. Бұға дейін тасақтан тасып іштік, колонкіден, құдықтан тасып іштік. Әйтеуір, мінеке таза су ішіп жатырмыз енді. Рахметіміз айтамыз басшыларға да, мына пейнет қылып істеп жатқан балдарға да бәріне. Үйге кіргізіп алдық, кір жуып жатырмыз, ваннаға түсіп жатырмыз, су ішіп жатырмыз. Қаламен бірдей болды. Газ келді, су келді, қаламен бірдейміз әзір. Қазығұрт ауданының тұрғындарын өркениет игіліктермен қамту бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Оның ішінде тұрғындарға көгілдір отын жеткізу басты мақсат. 2020 жылы 2 табиғи газ нысанның құрылысын жүргізуге 388 миллион теңге бөлінді. Нысанның құрылыс жұмыстары 2021 жылы аяқталады деп күтілуде. Нәтижесінде 51 елді мекен 80% табиғи газбен қамту жоспарлануда. Бірнеше жылдан бері армандаған газымыз келді, суымыз келді. Қаладан кем жеріміз жоқ. Пешкеге от жақпаймыз, далаға шығып күл тасымаймыз. Бұның бәрі үшін мен бастықтарға, аудан басшыларына үлкен алғысымды білдіремін. Қазығұрт ауданының ішкі көшелері де асфальттанып жатыр. Бұрынғы тастақ, топырақ жол көшелер бүгінде жаңаша кейіпке енді. 2020 жылы автомобиль жолдарын дамытуға бюджеттен 1 миллиард 834,5 миллион теңге бағытталды. 107,2 шақырым жолдың 70 шақырым ішкі көшелерінде орта жөндеу және аудандық маңызы бар жолдардың және бір көпірге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қалған жұмыстар 2021 жылға өтпелі. Жыл қорытындысымен аудандағы елді мекен көшелерінің жақсы және қанағатты жағдайда үлесі 51%-ға дейін артты. Мынау мемлекеттің дамығаны осы мұны көріп тұрмыз. Есігіміздің алдына дейін өмірде көрмеген асфальтты көріп, балдарымыз ойнап, машинеміз шауып, халқымыз қуанып жатыр. Міне газымыз осыдан бір 10 жыл бұрын келген. Құдайға шүкір, міне бәрі елдің бәрі газданған. Міне суланған. Мына мемлекеттің арқасы, мемлекеттің дамыған арқасы. Мемлекеттің басқарып жүрген жігіттер жасай берсін, мына халықтың қамын ойлай берсін. Халықпен біргеміз бәріміз, халық қалай болса біз де солаймыз. Рахмет мемлекетке. Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы аясында 60 миллион теңгеге орталық саябақ және 80 миллион теңгеге Дендро саябаққа ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Бүгінде аудан тұрғындарымен келген қонақтарға барлық жағдай жасалған. Веложолақтар, демалыс орындары, концерттік сахна, су бұрқақтары, сонымен қатар ертегілердегі түрлі мүсіндермен қайта жабдықталды. Бұл үлкен саябақты соңғы жылдары мынау ауданның экономикасы, әлеуметтік жағдайы көтерілгеннен кейін саябаққа да жақсы көңіл бөлініп жатыр. Міне қазір веложолдар салынып, жұрттар демалатын жолдар, осындағы мынау түрлі ашық концерт залы барлығы да жөндеуден өткізілді. Сондықтан қазір енді ұялмай ауданымызға келген қонақтарға да көрсететін үлкен бір саябақ болып отыр. Сондықтан осы саябаққа келіп барлықтарыңызды шақырамын. Әсіресе жас келіп болады осында, мінекей балаларды алып келіп ойнатуға болады. Өткен жылда Қазығұрт ауданда жүргізілген жұмыстардың бір парасы осындай. Атқарылған шаруа аз емес. Қазығұрт ауданда инфрақұрылым жүргізу, өркениет игіліктерін қолжетімді ету жайы басты назарда тұр. Бейнеролик аяқталды. Келесі сөз 2020 жылы атқарылған жұмыстар бойынша баяндау үшін Сарапхана ауыл округінің әкімі Тұрғараев Абылқас Амантайұлына беріледі. Құрметті есепті жиналысқа қатысушы Сарапхана ауыл тұрғындары мен әлеуметтік желі қолданушылар. Қазақстан Республикасы президентінің орталық атқарушы органдар басшыларының, әкімдердің, ұлттық жоғары оқу орындары ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы 2016 жылғы 5 ақпандағы нөмір 190 жарлығына сәйкес бүгін ауыл округі әкімінің 2020 жылы атқарған жұмыстары мен алдағы тұрған міндеттері жайлы есеп бергелі отырмыз. Жыл бойғы атқарылған жұмыстардың жобасымен танысып, алдағы атқарылған істеріміздің бағытын сіздерге баяндай отырып, бірлесіп атқарылатын іс-шараларды белгілемекпін. Өткен жылдың бюджеті қандай мөлшерде болғанына тоқтала кетейін. Бюджет саласы 2020 жылы Сарапхана ауылдық округі әкім аппараты мемлекеттік мекемесін қаржыландырудың жеке жоспарымен 273 миллион 871 мың теңге қаралған. Ол 100% игерілді. 2020 жылы жергілікті бюджетке түскен салықтар 20 миллион 893 мың 900. Салық түрлері. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы. Жоспар 5 миллион 232 мың. Орындалғаны 5 миллион 325 мың. Жеке тұлғалардың мүлік салынатын салықтары жоспар 184 мың, орындалған 191 мың 300. Елді мекендер жерлеріне жеке тұлғалардың алынатын жер салық жоспар 505 мың, орындалған 569-да 1. Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық жоспар 8 миллион 292 мың, орындалған 10 миллион 948 мың 400. Аренда 48 мың, жоспар орындалған 48 мың. Кәсіпкерлік саласы. Шағын және орта бизнес ауыл экономикасын дамытуда өзінің орнықты орнын тауып, шағын кәсіпкерліктің белсенділігінің едәуір артуының нәтижесінде халықты жұмыспен қамту, рынокты отандық тауар өндірушілердің тауарларымен толықтыру мен бәсекелестік ортаны қалыптастыру мәселелері оңынан шешілуде. Несие грант алу бойынша қаржы ұйымдарынан 2020 жылы 7 азамат 133 миллионға мал бордақылау, жылыжай салуға грант алғандар. 2020 жылы 10 азамат 5 миллион 50 мың теңге. Мал бордақылау, сұлулық салоны, тігіншілік, кондитерлік қызмет. Барлығы 138-де 5 миллион теңге алған. 2020 жылы іске асқан инвестициялық жобалар. Атқарылған жұмыс түрі. Жеке кәсіпкер Амиров Ғалым 50 орындық жеке балабақша ашылды. Жұмыс құны 16 миллион 2020 жылы қаңтарда ашылған. 13 адам жұмыспен қамтылды. Жеке кәсіпкер Жүнісбаев Абай жұмыс құны 108 миллион 20 жылы ақпанда ашылған, 2 адам жұмыспен қамтылды.
Жеке кәсіпкер Ерімбетова Ақмарал азық-түлік дүкені ашылды. Жұмыс құны 40 миллион 20 жыл маусымда ашылған. 2 адам жұмыспен қамтылды. Жеке кәсіпкер Ақжол Нұркен 50 орындық дәмхана ашылды. Жұмыс құны 164 миллион 2020 жылы шілдеде ашылған. 3 адам жұмыспен қамтылды. 2021 жылы іске асатын инвестициялық жобалар. 4-ші слайд. Атқарылатын жұмыстары. Жеке кәсіпкер Баба Мамедова Зара 175 орындық жеке балабақша ашуды жоспарлап, қазір 1-90-да ашылды. Жұмыс құны 150 миллион 11 адам жұмыспен қамтылды. Жеке кәсіпкер Момбеков 500 орындық салтанат сарайын ашуды жоспарлауда. Жұмыс құны 60 миллион 2021 жылы 2-90-да ашылу жоспарлауда, 10 адам жұмыспен қамтылады. Жеке кәсіпкер Әшірбаев Аманжол 1 гектар жылыжай салу. Жұмыс құны 7-9 миллион 2021 жылы 2-90-да ашуды жоспарлауда. 5 адам жұмыспен қамтылады. Жеке кәсіпкер Усманова азық-түлік дүкенін ашу жоспарлауда. Жұмыс құны 40 миллион 2021 жылы 2-90-да ашылу жоспарлануда, 2 адам жұмыспен қамтылады. Ауыл шаруашылығы саласы. Ауыл шаруашылығы негізінен ауыл шаруашылығының өнімдерін, оның ішінде негізгі сала астық, мал өнімдерін өндірумен айланысады. Қазіргі таңда экономикамыз дамып, жылдан жылға халықтың әл-ауқаты артып келеді. Ауыл округіндегі ауыл шаруашылық мақсаттарындағы жер көлемі барлығы 29.836 гектар, оның егістігі 8.540, суармалы 171, шабындық 2.583, жайылым 18.193, 15 гектар бау, өзге жерлер 505 гектар. Осы аталған жерлер 24 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріне 8421-6 гектар, 22 өндіріс кооперативтерге 9087-9 гектар, 186 шаруа қожалықтарына 12327-7 гектар бекітіліп берілген. 2020 жылы жоспар егістік 6100 гектар болса, 6395 гектар егістік алқап 104,8%-ға игерілді. 3150-де 3 гектар масақты дақыл егілді. Гектарынан 23,4 центнер, жалпы 7403,2 тонна өнім алынды. Мақсары дақылы 1520 гектарға егіліп, 1748 тонна өнім жиналып, әр гектарынан 11,5 центнерден айналды. Сонымен қатар мал азықтық дақылдарының, яғни 6000 тоннадан астам жуық жоңышқа жиналды. Шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер және үйіргелік жерлеріндегі жылыжай егілгені 7,23 гектар. Одан алынған өнім 943,71 тонна. Қызанақ 3,9 гектар, өнімі 11,31 тонна. Қияр 3,33 гектар, өнімі 932,4 тонна. Қазығұрт Нұры жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2,9 гектар жылыжайға қызанақ 512 тонна, қияр 300 тонна. Жалпы 812 тонна өнім алып, оның 150 тоннасы Ресейге импорттады. Ауыл шаруашылығы техникаларын жаңалау бойынша 6 бірлік ауыл шаруашылығы техникалары алынып, меже 100%-ға орындалды. Жайылым жерлерді цифрландыру жоспары 100%-ға орындалды. Ветеринария саласы 5-ші слайд. Эпизоотиялық іс-шаралар бойынша ауысыл ауруына қарсы вакцина егу жоспары ірі қара мал 11701 бас, орындалғаны 11701. Уақ мал егу жоспары 47947 бас, орындалғаны 47947. Сібір жарасына қарсы вакцина егу жоспары ірі қара мал 8793 бас, орындалған 8793 бас. Уақ мал егу жоспары 35251 бас, орындалған 35251. Диагностикалық іс-шаралар бойынша сары ауруына қарсы ірі қара мал жоспары 9180 бас, орындалған 9180. Ірі қара мал тексеріліп, оның ішінен оң нәтиже көрсеткен мүйіздері қара мал басы жоқ. Уақ малдың жоспары 24178 бас, орындалған 24178. Уақ мал тексеріліп, оның ішінен оң нәтиже көрсеткен уақ мал жоқ. Эпизоотиялық іс-шаралар бойынша кенеге қарсы өңдеу жұмыстары кезеңінде 16654 бас ірі қара мал және жылқылар бүркіліп, 56256 бас уақ мал шомылдырылған.
418.900 шаршы метр үйіргелік жер қора-жайлар залалсыздандырылды. Ауыл округі бойынша 397 қаңғыбас ит пен мысықтар аулап жойылды. Сарапқан ауылдық округі бойынша 2020 жылы мемлекет тарапынан бөлінген қаржыға атқарылған жұмыстар 6 жылы. Майлошақ ауылының ауыз су құрылысы 2019 жылы қазан айында басталған, яғни 985 мың теңге бөлінген. 2020 жылға 163 миллион 906 мың теңге, жалпы 164 мың 891 мың теңге қаралған. Құрылысты жылу энергиясы ремонт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Дербісбекова жүргізді. Құрылыс 2020 жылы қараша айында аяқталды. Су трассасының жалпы ұзындығы 18-33 километр. Өткен жылы Сарапқана, Махамбет, Жіңішке ауылдарының 33-3 шақырым жолдары 506 миллион 875 мың теңгеге Базис К жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Полатов Бекзат тарапынан шілде айынан бастап салынып, қазан айында толығымен аяқталды. Ауыз сумен қамтамасыз ету. Сарапқана ауылдық округінде 1281 отбасы, яғни 98,4% су құбыры арқылы, 144 отбасы 1,6% тасымалдау арқылы ауыз су пайдалануда. Газдандыру жұмыстары бойынша ауылдық округ бойынша табиғи газбен 1188 отбасы, яғни 83,4%, ал өзге де отындармен 237 отбасы 16,6% қамтамасыз етілген. Талдыбұлақ ауылын табиғи газ жүйесімен қамту үшін жобалық сметалық құжат әзірленіп, сараптама қорытындысы алынып, 2021 жылдың бюджетіне енгізу үшін ұсыныс беру жұмыстары жүргізілді. Қаржы бөлінген жағдайда жұмыс басталады. Бақабұлақ елді мекен табиғи газбен қамтамасыз ету үшін жобалау жұмыстары жасалуда. Жобалау жұмыстары аяқталған соң сараптама қорытындысы алынады. Электрмен қамтамасыз ету. 2020 жылы 10 киловаттық бағанадан 16 дана ауыстырылып, 3475 метр желі тартылды. КТП 160 киловаттық электр қондырғысының орнына жаңа КТП 250 киловаттық электр қондырғысы орнатылды. Майлошақ ауылында 04 киловаттық 125 бағана ауысты, А25 маркалы 18500 метр жаңа желі тартылды. 9 дана КТП электр қондырғысында күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізілді. Жол құрылысы 2020 жылы Сарапқана ауыл орталығынан Жаңабазар ауылына қарай өтетін облыстық маңызы бар жолдың күрделі жөндеу жұмыстары ХМСУ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қарсыбаев тарапынан жүргізілді. Биыл ол жұмыс жалғасын табады. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар саласы. 2020 жылы атаулы әлеуметтік көмекке өтініш берген, аз қамтамасыз етілген 100 отбасына тұрақты жұмысқа тарту арқылы шартты ақшалай көмек 29 миллион 667 мың теңге тағайындалып берілді. Ауыл округі бойынша жалғызілікті 5 қартқа және тұрмыстық жағдайлары нашар отбасыларға 324 мың теңгеге, 6 мүмкіндігі шектеулі мүгедек балаларға 80 мың теңгеге көмектер берілді. Жұмыс атауы. Шағын несиелеу 2020 жылы жоспар 10 адам орындалғаны 8. Жастар практикасына жоспар 9, орындалған 12 адам. Қоғамдық жұмысқа жоспар 88, орындалған 86. Тұрақты және уақытша жұмысқа жоспар 185, орындалған 202 адам. Грант алғандар жоспар 8, алғандар 8. Жалпы бағдарламаға қатысушылар 300 жоспарда болса 310 болып орындалды. Діни ахуал. Сарапқана ауылдық округінде 4 мешіт, 2 намазхана бар. Мешіттер мемлекет тіркеуден өткен. Шет мемлекеттерде діни оқуда оқып жүрген азаматтар жоқ. Теріс ағымдағы діни көзқарастағы азаматтар тіркелмеген. Бұл бағытта тұрақты түрде жұмыстар жүргізілуде. Қошқар ата мешітінде 4 нүктелі, Махамбет Өтемісұлы мешітінде 2 нүктелі, Жұбат ата мешітінде 3 нүктелі, Майлошақ мешітінде 2 нүктелі бейне камералар орнатылған. Мәдениет және тілдерді дамыту бойынша аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты бір ауылдық мәдениет үйі, бір ауылдық клуб, бір ауылдық кітапхана халыққа мәдени қызмет көрсетуде. Жалпы жыл көлемінде 48 мәдени іс-шаралар өтті. Құрметті ауылдастар, жалпы 2020 жылға
Атқарылған жұмыстарға назарларыңызды аудардым. Есепті баяндамамды зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Ауыл әкім баяндамасы аяқталды. Құрметті Сарыарқа ауылының тұрғындары, өздеріңіз білесіздер, аудан экономикасының басты көрсеткіштерінің бірі ол бюджеттік салықтық саясат. Сондықтан да осы мәселеге қысқаша тоқтап өткенді жөн көріп отырмын. Өткен жылы аудандық бюджеттің көлемі 26 миллиард 878 миллион теңгені құрады. Оның 19 миллиард 38 миллион 800 мың теңгесі білім саласына бағытталды. Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңес саласына 741 миллион 800 мың теңге жұмсалды. Ал әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласына 2 миллиард 98 миллион 200 мың теңге жұмсалған болатын. Жергілікті бюджетке түскен салықтар мен басқа төлемдердің көлемі 2 миллиард 56 миллион 600 мың теңгені құрады. Жоспарымыз 10,6%-ға артығымен орындалды. Біз осы ішкі кірістердің көлемін ұлғайту бойынша нақты жұмыстарды атқаруымыз қажет. Себебі осы ішкі кірістеріміз ұлғайған сайын біз ауданымызда қосымша жұмыстарды атқаруға мүмкіншіліктер туындайтын болады. Сондай-ақ мынау өткен жылғы карантиндік кезеңдегі денсаулық саласындағы түрлі қиыншылықтарды біз көрдік. Сондықтан осы тәжірибеге сүйене отырып, алдағы уақытта ондай кемшіліктерге жол бермеу үшін тиісті нақты жұмыстар атқарылып келеді. Мынау дәрілік қорлар ұлғайту бойынша бізде жұмысшы топтар жұмыс істеп отыр. Ауданымыздағы ірі дәріханалармен меморандумға келісімшартқа тұрғанбыз. Олар осы дәрілердің бағасын тиісті деңгейде ұстап сатуға бізге кепілдік беріп отыр. Жаз кезеңінде былтыр науқастардың саны күрт өскен кезде өздеріңіз білесіздер, бізде мынау оттегі баллондар жетіспейтін жағдай болды. Төсек орындар жетпей қалған болатын. Осының бәрін біз қазірден бастап алдағы уақытта қамтамасыз етіп қоюымыз қажет. Денсаулық сақтау саласы бойынша өткен жылы коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастар демдеуге жатқызу үшін 20 инфекциялық төсек орын ұйымдастырылған. COVID-19 тіркелген жағдайлар саны 43 адам, оның ішінде симптомы бар 17 болатын болса, симптомы жоқтар 26 адам тіркелген. Жазылып шыққандар саны 41, стационарлық емделуде 2 адам, ем қабылдап жатқан 2 адам. Пневмониядан қайтыс болғандар 11. Коронавирустан қайтыс болғандар тіркелмеді. Жалпы пандемиядан сақтанудың, ауырып жатқан науқастардың санын азайтудың басты жолы өздеріңіз білесіздер, ол сақтық шараларын күшейту. Көпшілік орындарда тек бетперде тағу, әлеуметтік қашықтықты сақтау. Бүгінгі таңда Қазығұрт ауданы бойынша келісімшарт арқылы Сарыағаш аудандық вирусологиялық зертханаға сынама тасымалданады. 12 айдың қорытындысымен 16.663 тест өткізілді. Қазығұрт ауданы бойынша 16 өкпені жасан желдету аппаратымен медициналық көмек көрсетуде. Аудандық аурухана бойынша орталықтандырылған оттегі қосылатын 65 нүкте бар. Оттегі концентраторы 40 дана. Ауданда COVID-19 симптомсыз белгілері бар науқастарға және расталған жағдаймен қатынаста болғандарды медициналық бақылау және амбулаторлық ем жүргізу үшін 20 мобильдік топ құрылып, медициналық қызмет көрсетіп келеді. Жиі қойылатын мәселелер әрбір ауыл округінде ол әрине аудандағы инфрақұрылымға байланысты. Өздеріңіз білесіздер, осыдан 3-4 жыл бұрын Сарыарқа ауыл округінде көптеген өзекті мәселелер болатын. Ол осы ауыз суға байланысты, газдандыру мәселесіне байланысты. Ішкі жолдардың реттеуі бойынша да көптеген
сауалдар, сұрақтар келіп түсіп жататын. Өткен жылы нақты мынау аудандық ішкі жолдардың біраз көшелерді біз жөндеуден өткіздік. Ауыл ел бесігі жобасы аясында 33 шақырымды құрайтын ішкі көшелер 15 көшеге орта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Мінекей осының арқасында қазір Сарапқан ауыл округіндегі 91,5% ішкі көшелер жақсы және қанағаттарлық жағдайда. Су менен жаңа ауыл әкімі баяндап кетті. 6 елді мекеннің 5-еуінде су құбырлар тартылған, бір елді мекен бұлақтан суын пайдаланып отыр. Көгілдір отынмен пайдалану бойынша айтатын болсақ, 6 елді мекеннің 3-еуінде газ құбырлар тартылған, газ пайдаланып келеді. Майлошақ елді мекеніне осы биылғы 21 жылы республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары басталады газ құбырларының. Талдыбұлаққа жаңа айтылды ұсыныс беріліп отыр. Бақабұлақ елді мекеніндегі жобалық сметалық құжаттамалар әзірленді. Жақын арада сараптамасын алатын боламыз, сөйтіп салалық басқармаға ұсынатын боламыз. Сонымен қатар мынау мектеп мәселесі, электр бағаналарды ауыстыру бойынша да жұмыстар өз кезегіменен биылғы жылы және алдағы жылдары атқарылып келетін болады. Мен Сарапқан ауыл округінде атқарылатын жұмыстар бойынша қысқаша айтып шықтық. Енді сұрақ жауаптарға көшсек. Ақерке Тілепова. Аз қамтамасыз етілген отбасыларға берілген планшет оқу жылы біткен соң қайта мектепке қайтарылама дейді. Бұл осы карантин кезеңге берілген планшеттер, кейін карантин кезең аяқталған соң бұл планшеттер қайттан мектепке қайтарылу керек. Талдыбұлақ ауылына газ қашан жүргізіледі? Мен қазір ғана айтып кеттім. Жобалық сметалық құжаттамалар әзірленді Талдыбұлақ елді мекені бойынша. Мынау біз салалық басқармаларға, энергетика басқармасына тапсырыс бердік. Сол жақтан қолдау тапса, құрылыс жұмыстары басталатын болады. Мұна жерде Zoom арқылы бізде ауылдың ақсақалдар қосылып отыр екен, сұрақ қоям дейтін, ұсыныс айтам дейтіндер болса, біз тыңдауға әзірміз. Мен Сарапқан округінің Майлошақ елді мекенінің тұрғыны Темірбаев тағайын. Мен сізге қояр сұрағым, Майлошақта Ахмет Байтұрсынның мектебі өте ескірген. Соның чертежі бәрі дайын, экспертизаден өткен, қаржы бөлінбей жатыр. Соны қай уақытта басталады? Соны білгім келеді. Рахмет. Сұрағыңыз орынды. Майлошақ елді мекенінде біз 300 орындық мектептің жобалық сметалық құжаттамасын әзірледік. Оның құны 1 миллиард 262 миллион теңгені құрап отыр. Салалық басқармаға өткізілді. Осы биыл жылы мақұлданатын болса, құрылыстар басталады. Өздеріңіз білесіздер, өткендегі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы биылғы жылы елімізде 200 мектеп салынсын деп тапсырма берген болатын. Біз осы Майлошақтағы 300 орындық мектеп осы жобаға енеді деп күтіп отырмыз. Мен осы Сарапқан ауыл округінің бейімін Жұмабек Оразбаев. Мына есептеріңізді тыңдадық.
УЗИ аппараты болатын. Сол УЗИ аппаратқа жалғыз Сарапхан ауылының тұрғындары емес, көрші Қарабау ауылының тұрғындары да қолданылған еді. Сол аппаратты ауданға алып кетті да қайтып келмеді. Сол аппарат, УЗИ аппараты қалай шешілмек? Кешіріңіз, мынау техникалық ақаулықтарға байланысты сіздің сұрағыңыз жөнді естілмей қалды мен. Тағы да бір рет қайталап жіберсеңіз болады ма? Мынау Қаратау емханасында УЗИ аппараты болатын. УЗИ аппаратты осы пайдаланып жүреміз. Мынау көршілес Қарабау ауылының тұрғындары да бізден де пайдаланған. Сол УЗИ аппаратын ауданға алып кетті да қайтып келмеді ол аппарат. Қазір қалай шешілмек сол аппараттың мәселесі? Осында мына залда аудандық орталық аурухананың бас дәрігері отыр. Осы кісіге сөз берейік, жауап берсін. Саламатсыздар ма, құрметті Сарапхана ауылдық округінің тұрғындары. Менің аты жөнім Төреханов Бейбіт Орынбекұлы, Қазығұрт орталық аудандық ауруханасының бас дәрігерімін. Мына қойып отқан сұрақтарыңызға келесіде жауап берем. Аурухананың балансында қазіргі таңда 5 түрлі УЗИ қондырғылары бар, ультрадыбыстық. Соның біреуі эксперт класс. Оның екеуі қазіргі таңда жарамдық мерзімі және де техникалық ақаулықтарға сәйкес. Біреуінің экраны көрсетпейді, екіншісінің списанияға дейді, жаңағы шығысқа шығарылуға дайын тұр. Оны біз құжаттарын турлап қазір қаржы басқармасына және денсаулық сақтау басқармасына жібердік. Сарапханадан УЗИ аппаратын алу себебіміз ол жерде ультрадыбыстық зерттеу жүргізетін маманның болмауы. Екіншіден, медициналық қондырғыларда тиімді, ұтымды пайдалану үшін Қазығұрт ауданының халықтарына скринингтік тексеру және де жүктілердің ішкі ұрықтық даму кезіндегі нәрестелердің жүрек ақауларын уақытылы алдын ала анықтау үшін біз орталық ауруханаға осы Сарапханадағы УЗИ аппаратын алдырған болатынбыз. Қазіргі таңда аурухана бойынша 3 УЗИ аппарат істеп тұр. Оның бірінші аурухананың өзінде стационарда жедел жәрдеммен келген науқастарға және де ауруханада жатқан науқастарға қызмет көрсетеді. 2 аппарат емханада. Ол жаңа мақсаттық тексеру бойынша халықтарды скринингтік тексеруге арналған. Оның өзінің жоспарлары бар. Енді барлық УЗИ мамандары Қазығұрт орталық ауруханасының әкімшілігінің тапсырмасымен жан-жақтағы озық осыған лицензиясы бар оқу орындарына жіберіп дайындалады. Ол жерде маманданады. Қазіргі кезде 5 УЗИ зерттеуін жүргізетін маманымыз бар. Олардың бәрі орталықта жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар бізде облыс әкімшілігінің көмегімен ауданға біз жылжымалы медициналық кешен алғанбыз. Оның ішінде УЗИ аппараттар бар. Өздерінің кестесі бекітілген біздің денсаулық сақтау басқармасымен. График бойынша алыс және жақын жатқан елді мекендерге, шалғай жатқан ол жерге сол халықтарға УЗИ қызметтерін жылжымалы түрде көрсетуге дайын. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге әзірмін. Естідіңіздер ғой, естіліп отыр. Мен Малиша елді мекенінен зейнеткер Қалмұрат Сәрсенбек болады. Менің айтатыным, мынау баяндамаңыздан естіп жатырмыз. Газ жөнінен айтатынымда. Газды бастаушылар сол енді осы жыл аяқтаймыз деп отыр, сол аяқталуға сол сіздің үлкен көмегіңіз болса. Одан кейін мынау тағы жөнінде бір айтайын деген мәселе. Бұл енді мынау елді мекенге жарты столдар отырғыза бастады, ал бірақ аяқталмады. Кейін аяқтаймыз деген еді, соны аяқталса деген ой. Одан кейін көше. Енді мектептің балдары оқып жатыр, көшеде ешқандай жарық жоқ. Енді сол столдар қойылып жатыр ғой, солға енді көшеде жарық болса, жоқ жарықты қолға алса деген мәселе. Сол, рахмет, мынау қанағаттар кеп естімеймін баяндамаңызда. Сұрағыңыз түсінікті. Майлашақ елді мекеніне газ құбырын тарту бойынша жаңа мен айтып кеттім. Оған осы республикалық бюджеттен биыл
340 миллион теңге бөлініп жатыр. Биыл құрылыс жұмыстары басталады Майлыошақ елді мекенде. Келесі жылы пайдалануға берілетін болады. 22 жылы аяқталады жұмыстар. Көше бойынша тек былтырдың өзінде бір ғана Сарапхана елді мекеніне ауыл ел бесігі жобасы аясында 500 миллион теңгеден астам қаражат есебінен, жаңа айтып кеттім, 15 көшелердің жөнделіп өтті. Қазір бізде Қазығұрт ауданы орталығы, Қызылқия ауылы округінің орталығы, осы Сарапхана, осындай ауыл ел бесігі аясында көшелер жөнделіп келді. Қалған, жаңа сіз айтып отқан көшелерді біз өзіміздің жоспарымызға сәйкес рет-ретменен қаржы көлеміне қарай жөндеп беретін боламыз. Ендігі жерде біз тек қана көшелерді емес, сол көшелердің жарықтандыру мәселесінде қолға алып жатырмыз. Сол көшелердің мынау су ағып кететін лотоктарын да қарастырып жатырмыз. Сонда біз ол жұмыстарды ағымдағы жөндеумен емес, средний ремонтпен, орташа жөндеумен жүргізетін боламыз, күрделі жөндеумен жүргізетін боламыз. Мынау Клара Иманбердиеваның сұрағы бар екен. Кабельдік интернет тартыса екен дейді. Бұл жұмыстар былтырғы жылы басталып кетті. Біздің Қазығұрт ауданындағы 30 елді мекенге осы желі талшықты интернет жүргізілді. Биылғы жылда тағы да 31 елді мекенге жүргізілетін болады. Яғни 61 елді мекен қамтылады. Тағы да сұрақтар бар ма? Айта беріңіз. Жақсылай Көшебайұлы зейнеткер ұсталды. Сіздің 2000 жылы жасаған есебіңізді Қазығұрт күнісі газетінен оқып таныстым көбейді. Енді бүгінгі онлайн режимде беріп отқан есебіңізді де тыңдап отырмыз. Одан бөлімде атқарылып жатқан жұмыстар өткен жылғы қиыншылықтарға қарамай өсім бар екенін біз көзіміз жетіп отыр. Соның ішінде жалпы өнім 132 миллиард 100 миллион теңгеге өскені, яғни 2016 жылғы мен салыстырғанда 45,1%-ке артқаны бізді қуантып отыр. Құрметті Төлеген Тоқайұлы, осы басталған 8 жылы саяси науқаннан басталды. Депутаттарымызды аудан көлемінде, облыс, республика көлемінде халық қалаулыларын сайлап алдық. Сол сайлауға бір кісідей қатыстық бәрімізде. Міне енді осы халық қалаулылары халық үшін қызмет етеді деп біз сенімдеміз. Құрметті Төлеген Тоқайұлы, бір ғана Сарапхана елді мекенінің өзінде қыруар жұмыстар атқарылып жатыр. Ал аудандағы 64 елді мекенде қаншама жұмыстар атқарылғанын өзі уақыт біліп отырмыз. Сондықтан да мынау Сарапхана елді мекенінде жаңа ғана ауыл әкімінің есебінде тыңдап отырмыз. 33,3 километр жол салынды. Төрт-ақ көше қалып отыр. Бүкіл ауыл әкімшілігі бойынша асфальт төселінбеген. Бұл үшін біз халықтың осы ауыл азаматтарының атынан рахметімізді айтамыз. Құрметті аудан әкімшілігі сіздерге, сіздер басқарып, елімізді басқарып отқан ел президентіне, үкіметімізге, сізге, соның ішінде жаңа ғана есеп берген ауыл әкіміне, соның ішінде елімізді, жерімізді көркейтіп отқан бекеттерімізге де үлкен рахметімізді айтқымыз келеді. Ал ел аман жұрт тыныш болсын. Мынау келген еңбекті бәріміз бірлестікте жеңетін болайық. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет. Бұны өздеріңіз білесіздер, Сарапхана елді мекенде біздің индустриалдық аймақ бар. Осы индустриалдық аймақтың біз потенциалын әлі күнге шейін жөндеп пайдаланбай келе жатырмыз. Ол жерде 40 гектар көлемінде жер болатын болса, соның қазір таңда 11 гектарында ғана біздің 5 жоба орналасқан.
Сондықтан Сарапхан округының әкімдігі, жалпы аудандағы барлық әкімдіктер осы индустриалдық аймаққа ауданға қажетті жаңа жобаларды тарту бойынша жұмыс істеуіміз қажет бірігіп. Себебі біздің мынау экономикамыздың басты драйвері болып қазір таңда шағын кәсіпкерлік, өнеркәсіп саласы қарқынды дамып келеді. Осы уақытта біз жұмыс істеуіміз керек. Тек қана ауыл шаруашылығы саласы емес, осы өнеркәсіп саласында, шағын кәсіпкерлік саласында дамытуымыз қажет. Сіздерде, сіздің ауылдың тұрғындарында толық осыған қатысуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Сарапханада ішкі көшелер қашан жөнделеді деген сұрақ қойыпты Балнұр Байжігітова. Біз жаңа айтып кеттік, өткен жыл ғана қаншама көшелердің жөндеуден өтті. Енді мынау құжаттар әзірленіп дайын болатын болса, қосымша сметалар дайын болатын болса, біз бұл көшелерді өзіміздің аудандық бюджет есебінен немесе жаңағы ауыл ел бесігі жобасы аясында жөндеп беретін боламыз. Ішкі көшелер жөнінде аудандағы аудандық маңызы бар көшелерге келетін болсақ, жалпы бізде кеше мен баяндамада жазылған қазір таңда 51% қанағаттарлық жақсы жағдайда. Әлі атқарылатын, осы салада атқарылатын жұмыс өте көп. Демек 49% әлі көшелерді біз ретке келтіруіміз қажет. Тағы да сұрақтар бар ма екен? Егерде басқа сұрақтар болмаса, онда осымен біз тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Рахмет сіздерге, сау саламат болыңыздар.